бір история айтып берейін. Бұрында қаланың шет жағасында бір времянка сияқты үйіміз бар еді. Времянка, ана жері үлкен ғой ананың. Сол жаққа барып батя мамкалар жыл сайын неше түрлі овощ егетін. Помидор, сәбіз, картошка, семечка екті. Сосын жылдардың бірінде жүгері егеді ғой, андай кукуруза бар ғой, жүгері егеді. Сөйтіп жүгері дәу өседі да, былай ұзын болып өседі. Суббота воскресенье сайын қонасың сол жақта. Сосын барамыз, ары бері тірліктерін істейміз, бүйтеміз, істейміз. Сөйтіп түн болады. Кешке енді ұйықтаймыз ғой. Тапчан бар. Мысалы, мына жақта жүгері болса, мына жақта тапчан, сол времянканың қасында. Сол тапчанда батя, мен и ағам үшеуміз ұйықтаймыз. Мен ортасында, мына шетте батя, мына шетте братан. Сөйтіп түнде бұл ішім ауырады ғой, мен туалетке барым келеді да. Сосын ағамды оятам ғой, туалетке барып келейікші деп. Ішім ауырып отыр деп. Ол ұйқысы келіп былай деп жатты, мен шыдамай жатырмын да, барып келейікші, мен шыдамаймын деймін да. Жүр онда дейді. Барып туалет жүгерінің артында етін. И тура туалетке бару үшін сол жүгерінің ортасында бір жол бар, кішкентай. Сол жүгерінің сол жолына өтесің. Сосын братан жүгерінің қасына келеді да, арғай өзің бар туалетке дейді ғой маған. Сен бүйтіп қарайсың да, мен осы жерде күтіп тұрамын, сені қарап тұрамын дейді да. Жарайды деп көтінді ұстап барғансың ғой туалетке. Туалетте отырсам, енді есікті ашып қоясың ғой, братан қарап отырасың ғой. Айдың жарығы ұрып тұр. Сосын өстіп, енді отқан кезде жан-жана қарап отырасың ғой. Сосын көзім бір нәрсе түсіп кетті. Былай қараймын, ана жақта біреу тұрды, шашы жалбырап бүйтіп. Сосын сол түні ана кішкене жел болып тұрды да, былай. Шашы жалбырап біреу тұр бүйтіп. Маған келатқан сияқты да. Шошып кетті мына жақта. Анау кәдімгідей бүйтіп маған қарап тұр, тесіліп. Мен де оны қараймын да, андай айтады ғой, мурашки по коже болады басымнан. Түтін шыққандай болады ғой. Ана жақта тұрамын да, мыңмен ғой. Фырр, короче. Көт сүртілмеген, короче. Мыңмен басам, короче. Сөйтем да, тапчан көрпен астына кіріп кетем ғой. Көзі жұмып жатам бүйтіп. Көзі жұмып, көзімді ашпаймын. Сөйтіп көзімді бір ашып қалсам, азан болыпты. Қуанып кетем да. Сосын ұмытып кетем жаңағы нәрсе болған нәрсені. Содан бір обедке қарай үйге қайтатын кезде жаңа жерге барам ғой. Не екен деп былай. Енді күн жарықта қорықпайсың шығар сен. Қарайсың, қарасаң жаңа жүгері екен ғой. Жүгері андай пісіп кеткен жүгерілерді андай басында андай не болады, андай шаш сияқты бір нәрсе шығып тұрады былайынан ше. Жүгері егетіндер білетін шығар. Типа сондай екен ғой анау. Түнде енді айдың жарығымен бір басқа нәрсе елестеткен ба сөйтіп. Сондай қызық болған. Сізде қандай қызықтар болды? Жазып кетіңіз комментарийға.